Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Жұмабекова Гүлсім Абылқайырымна туып өскен жерім осы Екібастұз қаласында. Әкем менің осы разрезе өмір бойы жұмыс істеген. Мен 81-ші жылы осы жұмысқа орналастым. Мен 1981 жылы шахтастройда жұмысқа орналастым. Онда бастық Чумаков Дмитрий Александрович болды. Шахтастрой жабылды да Богатырға, переводпен Богатырға. Участок сол, просто бізді переименовали. Сонда машинист подъем болып жұмыс істедім. Әуел кезде енді бірінші барған жылы вентиляторда істеген. Енді вентиляторда бір қызығы болды. Отключение болады ғой. Сол кезде диспетчерға звондаймын. Диспетчерға звондасам, солай отключение деп. Он маған айтады, қазір мен Пушкинді жіберем дейді. Ойлаймын, издевается, что ли, это самый Пушкин не істеп, отырым тосып, әлі жоқ, одан кейін тағы звондаймын. Я же говорила, что Пушкина отправлю деп. Сөйтсем, мана слесарьдің фамилиясы Пушкин екен. Сондай қызық болғанда. Проходчиктарды жердің астына түсірем. Он вагонетка, специально людская вагонетка болды. Одан кейін людской вагонетканы алып тастаймыз да, грузовойға көшем. Грузовой вагон береді. Одан ана породаны алып шығамыз. Олар алға цеплять етеді ғой неге, тросқа. Наклонность болды істедім. Сол породан береді балалар, стволовой арқылы, стволовой рукоятчикка звондайды, рукоятчик маған звондайды. Солай зацепили породу деп самай. Подземный электровоздарды шығарамыз, тоже зарядкалап, қайтадан астына жібереді. Содан кейін ана крепление, затяжкалар нелер, керек нелерді жібереміз сол астына. 32 жыл жұмыс істедім сол. 81-ден бастап 12-ші жылға дейін. 12-ші жылы пенсияға шықтым. Богатырға өте ризамын. Барлық жақсылықтарын, бастықтарымыз да жақсы болды. Жұмыстары да жақсы. Жұмыскерлерге де енді ауыр болса да бәрбірде жұмыстарын жақсы атқарып отырды. Жолдасым Жұмабеков Кошербай Темірболатович тоже дизельға бұрын кезде әуелде дизельға тасыды ғой кісілерді. Дизельға кісілерді тасыды, одан кейін разрезде кісілерді жұмысқа апарып отырды автобуспен. Балам Жұмабеков Серік Кошербаевич, ол да разрезде Белазда жұмыс істеп жатыр. Қызым Абекенова Жанаргүл Кошербаевна, ол мұнда запсклад болып істейді, спецовкалар бұдайды. Богатырда тоже. Пенсияда болсам да, көптен көпі рахмет енді Богатырға. Болған жен шахтері да шақырады. Гүлдерге шақырдық. Қарттар күнінде де ұмытпайды, құттықтап отырады. Это наша с тобой биография.